Ғылымда шекара жоқ. Ассалаумағалейкум. Шығыстағы ежелгі көршіміздің ғалымдары, яғни медицина ғалымдары әлемді таңғалдырмай қоймай жатыр. Осы жолы тағы да бүкіл әлемді дүр сілкіндіріпті. Бұл жаңалық тек қана ағылшындардың Cell деген сайтынан жарияланған ресми және ғылыми сайты, тек қана тексерілген мәліметтер жария етіледі. Қытай ғылым академиясы, Қытайдың медицина саласы, яғни медицина саласының генетиктері столовая клетканы пайдалана отырып, яғни әлі піспеген жасушаларды пайдалана отырып, маймылдардың ДНК-сын өзгерту арқылы қартайған маймылдарды жасартуға қол жеткізген. Яғни олардың ДНК-сына жаңағы нитрлі синтездермен, қоспалармен жасалған столовая клетканы, жалғыз өзі емес, әрине столовая клетканы маймылдардың, қартайған маймылдардың ДНК-сына қосқан кезде ол маймылдар 6 жасқа дейін, яғни 5 жасқа дейін, көбінде 5 жас, 4 жасқа аралығында жасарған. Әсіресе олардың өкпелері жасарған, көбею репродуктивтік мүшелері жасарған, терілері жасарған, көбінесе теріге қатты әсер еткен. Яғни барлығы 5-4 жылға жасарған. Бұл ғаламат жаңалық ағайын. Бұл жаңалықты және жоғарыда айттым, ағылшындардың Cell деген сайт жазып отыр. Газеті өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар. Осынша ағылшынша сөздерді көшіріп, интернеттен қарап оқысаңыздар болады. Әрбір Қытай ғалымның өзінің түйінін, яғни жаңағы жазған ғылыми жұмысының нәтижесін PDF форматымен салып қойып сонда өздеріңіз ашып көріп оқуларыңызға болады. Бұл енді сұмдық жаңалық ағайын. Өздеріңіз білесіздер, жазуда мен сіздерге Қытай ғалымдарының қылмыскердің деп айтайық, жарайды, жерге түсіп қалған, тамып қалған қанынан, немесе жерге түсіп қалған шашынан, соның ішіндегі ДНК-сын оқу арқылы компьютердің бетіне адамның жаңағы ДНК-сы арқылы 3D бейнесін шығаруға қол жеткізген. Шамамен 75%-ке дейін адам түрін көрсетеді. Жаңағы ДНК-дан оқу арқылы, жай жерге түсіп қалған шаш, тамып қалған қан арқылы. Бұл сұмдық ғылым, сұмдық жетістік ағайын. Жалпы Қытай ғалымдары бұл салада үлкен зор жетістікке жетіп жатыр. Оны өзіңіз бәріңіз білесіздер. Қазіргі күні олар адамның шалып қалған қолын кәдімгідей жалғап бере салады. Сүйегімен шалып қалған қол бар ғой, соның бәрін жалғап бере салады. Оның бәрі жұмыс істеп тұрады. Сонымен қатар олар қазір медицина саласындағы жетістіктерді жаңағы IT технологияларға да жасанды санар сонымен тоғыстыруға өте айтқан кезде өте қатты үлкен қарқынмен жүргізіп жатыр. Түбінде біз бұдан да зор айтқан кезде медициналық жаңалықтар еститін шығармыз. Сонымен Қытай ғалымдарына, Қытай медицина саласының ғалымдарында еркіндік өте көп. Олар Европадағы секілді әртүрлі гуманизм заңдарымен шектелмеген. Сондықтан да Қытай ғалымдары өте қатты қарқынмен дамып жатыр. Әрине бұл шошытатын жаңалық, жаңағы өйткені көптеген елдер жаңа диктатор басқаратын шамалар жетпегендіктен өзінің басшылардың барлығы әрине оның ажалын күтіп отырады. Енді кезекте ол диктаторлар жастарын ұзататын болады. Өздеріңіз білесіздер, адам жасы 140-қа дейін жетеді. Биологиялық жасы 140-қа дейін жетуге әбден болады. Өйткені біздің Қазақстанда бір апа болған, жасы 140-тан асып қайтыс болған. Ол туралы кәдімгідей жаңалыққа шыққан. Сондықтан бұл дәлелденген факт. Алдағы уақытта енді адамдар жап-жас болып ауырмай өмір сүретін секілді. Рахмет.